Сәлем, құрметті жас шахмат үйренуші көрермендер. Бүгін сіздерге шахмат сабағының бірінші сабағын көрсеткім келіп жатыр. Және біздің бірінші тақырыбымыз шахмат тақтасы мен шахмат фигуралары болмақ. Олай болса, видео қызық болатын болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал ендеше мен бастаймын. Мынау алдарыңызда тұрған үлкен тақтадағы шахмат тақтасы. Бұл шахмат тақтасында 32 қара клетка бар, 32 ақ клетка бар. Және 16 ақ фигура, 16 қара фигуралар бар. Фигуралардың аттарына кеңірек тоқталатын боламыз. Және мына шахмат тақтасына мұқият қарасаңыздар, екі шетте бірден бастап 8-ге дейін сандар кездеседі. Және латин тіліндегі әріптерді де көруге болады. Бұл сандар мен әріптерді біз координата деп айтамыз. Себебі шахмат тақтасындағы координатаның рөлі өте маңызды. Координаталар не үшін? Бұл шахмат тақтасындағы клеткалардың әрбір адресін анықтау. Яғни адамның өзін тұратын жердің адресі болатын болса, шахматта да әрбір клетканың өз адресі бар. Қарап отырсаңыздар, мына жерде тұрған аттың орындағы B8, яғни ол клетканың адресі B8. Ортадағы клетканың адресін айтатын болсақ, E5. Мәселен, F4, G8, H7. Сол сияқты әрбір клетканың адресін анықтауға көмектеседі. Және де фигуралардың атауына тоқталатын болсақ, шахмат тақтасындағы әрбір фигураның өзінің атауы бар, өзіне тән жүрісі бар. Қазір сіздерге әр фигураның нақты атауларын, ресми атауларын айтып түсіндіретін боламын. Ладья, қазақша атауы кеме деп жатады, ладья. Ат, піл, орысша атауы офицер немесе слон деп айтып жатады. Король, патша, патшайым, королева немесе ферзь атауы. Піл, ат, ладья. Шахмат тақтасында балалар, 2 ладья, 2 ат, 2 піл және 1 король мен 1 ферзь болады. Және онымен қоса солдаттар 8 пешкамыз болады. Мына алдыңғы шетте отырған фигуралардың атауы пешка болады. Құрметті балалар, көрермендер, бұл шахмат сабағының алғашқы сабағы болатын. Арнаға тіркеліп қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Келесі видеода шахмат сабағының екінші сабағын өткізетін боламыз, және ол жерде бүкіл фигуралардың жүрістерімен танысатын боламыз. Құрметті ата-аналар, егер балаңыздың шахмат ойынын тереңірек үйренгенін қаласаңыз, онда біз сіздерге онлайн сабақтарымызды ұсына аламыз. Видео астындағы біздің описание бөліміндегі байланыс нөмірлерге хабарласа отырып, онлайн сабақ туралы анық-қанық ақпаратты біліп аласыздар. Болашақ чемпиондарды қазірден бастап дайындайық.